Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім және жаңадан қосылған қонақтар. Бүгін біз сіздермен терезе алдында өсетін біздің сүйікті гүлдеріміз жыл бойы гүлдеп тұру үшін не істеу керек деген сұраққа жауап бергім келіп отыр. Ол үшін біз гүлдерімізді құнарлы топырақ және пайдалы дәрумендермен тамақтандырып тұруымыз керек. Қазір біз әр үйде бар қарапайым екі заттардан тұратын пайдалы дәрумен жасайтын боламыз. Ол өздеріңіз білетіндей барлық үйде бар. Ол йод және перикс водорода 3%. Бұл жасыл достарымызды қашан және қалай тамақтандырамыз? Егер өсімдігіміз ұзын болып өсіп кетсе, жіңішкеріп кетсе, өсуін тоқтатса, жапырағы бозарып кетсе, ол кезде біздің өсімдіктерімізге қоректің жетіспеушілігінен болуы мүмкін деген бізге ой келеді. Бірақ біз гүлдерімізді бұндай қорқынышты, әлсіз, ұсқынсыз күйге әкелместен бұрын оларды алдын ала қоректендіріп отыруымыз керек екен. Бұл йодтың өсімдіктердің қалпына келтіруіне белсенді күші бар және ол өсімдіктердің өсуіне және жақсы гүлдеуіне көмектеседі. Ал перикс болса, ол антисептикалық қасиеттерге ие, жаңа жапырақтарға емес, құмдарды да емдейді. Ол гүлдерімізді зиянкестерден қорғайды, аурудың жақсы алдын алады. Бұл құрал қурап келе жатқан өсімдіктерге жедел жәрдем десек те болады, йод пен периксті. Ал енді осы екі заттың қосындысы әртүрлі мәселелерді шешуге мүмкіндік береді деп ойлаймын. Ол бірінші, гүлдердегі бактерияларды жояды, тамырдың шіріп кетпеуіне жол бермейді, және үшінші, гүлдің өсуін жеделдетеді. Бұл ерітіндіні құймас бұрын біз бірінші гүлдеріміздегі барлық ауырып тұрған жапырақтар болса, соны тазартуымыз керек. Сосын кішкентай жаңағы топырағына су құюымыз керек. Бір күн бұрын немесе 1-2 сағат бұрын құмын ылғалдап алуымыз керек гүлдің. Сосын гүлдің топырағын кішкене қопсытып жіберуіміз керек. Сол кезде тамырына жақсы ауа барады. Ерітінді тамырына жақсы сіңетін болады. Енді бұл ерітіндіні қалай жасаймыз? 1 литр тұнған суға немесе фильтрден алуға болады. Сол 1 литр суға мен әрдайым мынандай баклажкілерге суды тұндырып қоям, краннан алып. Кей кезде шайнектен қалған қайнаған суларды құйып қоямын. Өстіп 1 литрлік суды алып аламыз. Енді осы суға біз перикс водороданы 3% құямыз. Бір ас қасық, менде шай қасықтан үлкен, ас қасықтан кішкентай қасық. Жақсылап тұрып араластырамыз. Енді осыған біз йод қосамыз. Йодты мен 0,3 миллиграмм алам, оны кішкентай шприцпен тартып аламын. Ал егерде бұл йодтың өзін пайдаланатын болсақ, ол кезде бір тамшы йодты 1 литрлік суға ертеміз. Енді бұл жерде перикспен араласқаннан кейін бұл йод көп болмайды. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, 0,3 миллиграмм өте көп деп. Бұл көп болмайды, өйткені бұл перикспен араласып отыр. Сөйтіп, осыны құйып аламыз да, жаңағы су құйылған гүлдерімізге құйып шығамыз. Енді мен мына хлорофитумға 100 граммдай ғана құямын. Сосын қалған суды басқа гүлдерге бөліп осылай құйып шығамын. Сонымен қатар йод өсімдіктердің азотты сіңіруін жақсартады және тез өсуіне, иммунитеттерін нығайтуына көмектеседі. Көбінесе йодты герань гүліне ғана пайдаланады деп айтып жатады. Негізі басқа да үй гүлдеріне йодтың зияны жоқ деп мен ойлаймын. Өйткені арасында осы йодты басқа да үй гүлдеріне азот қажет болған жағдайда құйып тұруға болады. Бұндай дәрумендерді біз бұл үй гүлдеріне қыстан әлсіреп шыққан гүлдерге көктем басталып, наурыз айынан бастап қазан айына дейін оларды 2 аптада 1 рет қоректендіріп тұруымыз керек. Жақсы өсіп тұрса да, гүл беріп тұрса да, оларға біз дәруменді осы көктем жаз мезгілінде беруіміз керек. Міне құйған жаңағы суымыз мынандай табақшасына ақты. Енді мен осыны салып
шамалы 30-40 минуттай қоямын. Бұл тамыр суды, керек суын қайтадан өзіне қарай тартып алады. Сонан кейін барып мен гүлді өзінің орнына қоятын боламын. Менің кеңесім сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Алда басқа да осындай өсімдіктерге пайдалы видео түсіретін боламын. Осы менің видеомдағы жасаған дәрумендерді өздеріңізде үйдегі гераин басқа да гүлдеріңізге жасап көрсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.